Армысыздар, ардақты Ақжайық жұрты, қымбатты көрермен. Биылғы жылы құрылғанына 55 жыл толып отырған Ғарифолла Құрманғалиев атындағы Батыс Қазақстан облыстық филармониясының Орал сазы фольклорлық ансамблінің 30 жылдығына арналған бенефис кешін назарларыңызға ұсынамыз. Музыка тілі өнердің басқа салалармен салыстырғанда күрделі тіл. Оның ерекшелігі адамның жан дүниесіндегі сөз бен тіл жеткізе алмайтын құбылыстарды сезімді дыбыс арқылы беруге мүмкіндік тудыруында. Осынау музыка өнерін қазағымыздың ұлттық аспаптар арқылы тыңдарманға тарту етіп, ұлттық өнерімізді ұлықтап жүрген Орал сазы ансамблінің тарихы тереңде десек болады. Орал сазы ансамблі ұлттық музыка аспаптары мен ән күйлерді насихаттау мақсатында 1991 жылы филармония жанынан фольклорлық ұжым болып құрылды. Ансамбль құрамы тек кәсіби музыканттармен толықты. Ұжымға Сайын Хубашев, Думан Байтілеуов, Алмагүл Жұбатова және Еркін Нұрымбетов сынды облысымызға танымал өнер иелері жетекшілік жасап, ансамбльдің жұмысын жандандыра түсті. Осынау ансамбльде әр кезеңде қызмет еткен өнер майталмандары бүгінгі шарамызға қатысып отыр. Ендеше құрметті қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Ансамбльдің алғашқы құрамының әртісі бүгінде осы ансамбльде қызмет жасап жүрген Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі әнші Майра Жолдыбайқызы Хайдарова. Ансамбльдің алғашқы құрамының әртісі Шыңғырлау аудандық халықтық торатпас әуендері фольклорлық ансамблінің жетекшісі Алма Кәрімқызы Нәжмеденова.
Ансамбльдің алғашқы құрамының әртісі Бөрлі аудандық мәдени демалу орталығы Назқоңыр фольклорлық ансамблінің домбырашысы Жаңыл Кәрімқызы Чугирова. Осынау ансамбльге көп жылдар жетекшілік еткен құрмет орденінің иегері, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі, қазіргі таңда Дәулеткерей атындағы Қазақ халық аспаптар оркестрінің көркемдік жетекшісі және бас дирижері Еркін Шаяхметұлы Нұрымбетов. Ансамбльдің бүгінгі күнгі жетекшісі күйші Асқар Мұхамбетқалиұлы Кенжеғалиев. Ансамбльдің жас әртісі, талантты музыкант, республикалық байқаулардың жүлдегері Аслан Қоныспайұлы Ғұмаров. Құрметті қонақтар, бүгінгі шарамызға келгендеріңізге мың алғыс айта отырып, қош келдіңіздер дейміз. Қымбатты көрермен, алғашқы сұрағымыз, ансамбльдің атауы неге Орал сазы деп аталды? Бұл кімнің идеясы еді? Құрметті Жаңыл Кәрімқызы, Алма Кәрімқызы, қош келдіңіздер. Алғашқы сұрақ өздеріңізге ұсынып отырмыз. Бұл ансамбльге атау берілерде Сайын Құбашұлы бәріміз шақырып алған болатын. Бізбен ақылдасып, бұл ансамбльге қалай ат қоямыз? Жиделі деп қояйық. Құрманғазының ауылы деді. Сосын біреулерге ұнамады. Сосын дейді, онда біздер Теке деп қояйық. Жаңағы Оралдың ескі аты Теке ғой деп. Сосын тағы да әркім өзінің несін айтып отыр ғой. Сол кезде бізде Айнагүл Ғаббасова деген қызымыз бар, осы составта болды. Сол ағай, неге біздер Отырар сазының інісі қылдырып Орал сазы деп қоймаймыз? Соған тоқталдық сосын. Сол ат бәрімізге де ұнады, бәріміз бір ауыздан қолдап, сол Орал сазы деп сол кезден бастап солай аталып кетті. Ансамбльдің алғашқы құрамының әртістерінің идеясынан туған ат болып. Бүгінде осы 30 жылға толып отыр. Құтты болсын. Енді құрметті осынау ансамбльдің алғашқы құрамында қызмет жасаған Жаңыл Кәрімқызы, бүгінгі кешімізге тағы да қош келдіңіз. Ансамбльдің құрылуы еліміздің тәуелсіздік алған жылымен тұспа-тұс келген екен. Орал сазы ансамблінің алғашқы құрамы қалай жиналды? Арнайы бір қазіргідей кастингтерден бе немесе конкурстардан өттіңіздер ме? Негізі Орал сазы фольклорлық ансамблінің құрылғанда біздер студент болатынбыз. 89 жылдың аяғы, 1990 жылдың басы. Біздер сол кезде осы ең бірінші құрамындағы адамдар мәдени ағарту училищесінде оқыдық. Домбырадан, қобыздан, әртүрлі класста оқыдық. Сонда бізге осындай ұсыныс түсіп, осындай фольклорлық ансамбль ашылайын деп жатыр. Сіз қалай келісесіз бе деп, біз келіскеннен кейін жаңағы таңдап алынды. 5 қыз, 3 ер бала таңдап алынды. Содан 90 жылдың басында негізі осы Орал сазы фольклорлық ансамблі құрылды. Содан кейін, 1-2 айдан кейін Гүлдерайым ансамблі болған осы филармонияда. Сол екеуі біріктіріліп, Гүлдерайым ансамблі мен Орал сазы ансамблі біріктіріліп, Орал сазы фольклорлық ансамблі болып, біз жаңағы гастрольге шықтық. Ол кезде гастрольге шыққанда сразу шығып кетпейміз, осыны біздің бағдарламамыз болған. Ол кезде бізде Сайын Құбашев деген ағамыз жетекшілік еткен, бағдарлама құрылып, сонда әншілеріміз ән айтады, күй тартамыз. Соны 2 ай, 3 ай турасында филармонияның залында, үлкен залында дайындық өткіздік. Біздің жұмысымыз жаңағы 8 сағат дайындықпен отырамыз. Ақжайық халықтық ансамблінде мен өзім өлең айтқан, Майра, міне Алма қобызда отырған. Содан біз белгілі болып, содан біздер таңдалып алындық негізі. Содан міне Орал сазы фольклорлық ансамблі құрылды. Көп рахмет әңгімеңізге. Мынау енді еліміз егемендік енді алған жылдар. Осынау ансамбльдің репертуар жағы қалай болды сол кезеңдерде? Және сол кезеңдерде гастрольдік концерттер көп болатұғын. Гастрольдік концерттер кезіндегі қызықты оқиғалардан бір әңгіме өрбітіп отырсаңыз, Алма ханым. Ол кезде Сайын ағамыз өзі партитура жазып,
Жаңағы біздің шығармаларымыздың көбісі өзіміздің батыстың композиторлардың, жаңағы күйшілердің шығармалары ғой. Құрманғазының күйлері, Дина әжеміздің күйлері, Дәулеткерейдің күйлері, соны ойнап, сосын әндер, халық әндері енді көбіне фольклор болғаннан кейін. Ал енді жаңағы іс сапар дегенде біздер 3 айға кететінбіз. Тамақтарымыз болады, кастрюль, жуынатын тазикқа дейін 3 айға кетеміз. Бүкіл киімдеріміз чемоданмен арқаланып кетеміз. Сосын су кеткеннен кетеміз, ауыл-ауылды аралап, бүкіл мына облыстарда біріне-біріне көшіп кете береміз ғой. Шаршайсың да, қызығы да бар. Автобус, Кубан автобус. Соған үйреніп те алдық өзіміз. Ол автобус біздің филармониямыздың қабырғасында әлі бар. Иә, сол автобусға үйреніп алдық. Үйіміз көріп қарауыңызға болады. Үйіміз сол автобус, сонымен жүре бердік қой. Жаңадан филармония кірген кезімізде жаңағы Гүлдерайым гастрольде болды ғой. Сәуле апамыз Данияр кішкентай деп үйде қалып, ана кісі трио болып жүрді, өздері концерт. Бізден жаңыл кететін болды. Соны жаңыл жүріп беріп деді, қыздар, мен Атырауға кетейін деп жатырмын, маған бензин алып кет деп айтты Мақсұт Константинович. Мен оны қалай апарам екен самолетпен деп. Жаңағы ойында отырған, ол талон екенін білмейді ғой. Соның проблемасы сол болған, мен ана бензинді самолетпен қалай алып кетейін деп. Соны күлеміз. Сосын екінші не, Данияр кішкентай, Данияр бізбен жүрді концертте. Сонда ауылдардың арасы алыс қой, келе жатқанда Данияр шаршайды, өзі мазасы кете бастайды. Сосын ауылдың шетін көрсе қуанып келдік деп. Сосын концертке келгенде Данияр ойнап жүріп, сахнаның аржағында қалып қойып, мына финал болғанда шықпай қалса тағы жылайды, басына көтеріп, шыға алмай қалдым деп. Өзі Ақжайықты айтамыз, мына кімнің, Донеділ ағамыздың финалға. Сонда ол уже білет, ана жақта залда, көрермен залында жүрсе, ол финал жақындағанын білет, ана өлең басталғанда жүгіріп келеді, ана жақтан шығады, мына сахнаның алдынан шығып кетпейді, ол кесеуік деп. Айналып, ана жақтан шығып, кәдімгі әртістер сияқты. Сосын бәрін айтып таныстырып келгенде, Данияр Рахметжанов дегенде, ол кәдімгі құтта қандай болса да өйтіп, сондай қызықтар біздерде болған. Мынау енді 90-шы жылдардың басы, 90-шы жылдардың аяғы, сәл елімізде тоқырау кезеңдер болды. Сол кезеңдерде осы ансамбльдің материалдық жағы, яғни сахналық киімдері болсын, аспаптары қандай күйде, қандай жағдайда болады оны? Біздер жаңадан құрылған топ болғаннан кейін бізге келер-келісімен киім ештеңе дайын болған жоқ. Жоқтан бар жасап, өзіміз бірдемелер тігеміз. Сәуле апаларымыздың мына трионың киімдері болды. Күшті қылдар өздері қолдан істеп тігіп алған, үкілерін жасаған, жаңағыдай жылтырақ бірдемелерін тағып алған. Соларға қарап біздер де өзіміз гастрольде жүргенде де ана кісілердің қарап моншақ бірдемелер жинап жүреміз, жылтырлардың бәрін жинап жүреміз. Ол кезде қазіргідей базарда тұрған дымда жоқ қой, ондай болған жоқ. Біздер әрбір жерін жинап алып, өзіміздің киімдерімізге жапсыра береміз, көрген заттарды қолдан істедік. Мына алғашқы неде шыққандағы мына жерде сурет бар, бізде бас киімде жоқ қой. Ақ көйлек, сосын жакет болды. Майра біздерде әнші болып, жаңағы Майра несімен киеді, сәукелемен. Сосын жаңылда ол. Жаңыл түйеғі шығады, онда бар. Біздер бас киімде жоқ, жаңағыдай киім. Содан кейін барып тігілді ғой. Құрметті қонақтар, енді осы әңгімемізді дәл осы жерден сәл үзе тұрып, кезекті ансамбльдің өнеріне берейік. Халық әні Ақерке орындайтын Фархат Оразов сүйемелдейтін ансамбль. Jangan
Осынау Орал сазы ансамбліне алғашқы кезеңдерде жетекшілік еткен, бүгінде Нұр-Сұлтан қаласында қызмет жасап жүрген танымал музыкант, өнер иесі Думан Байтілеуовтің арнайы жолдаған бүгінгі осы ансамбльдің 30 жылдығына құттықтау бейне сюжеті бар еді. Назарымызды экранға аударайық. Құрметті Батыс Қазақстан облысы Ғарифолла Құрманғалиев атындағы филармонияның әкімшілігі, ұжымы, барлығыңызды Орал сазы фольклорлық ансамблінің 30 жылдық мерейтойымен, шын жүрегіммен құттықтаймын. Орал сазы фольклорлық ансамблінің ұжымына баршаңызға зор денсаулық, шығармашылық табыстар тілеймін. Халық музыкасын насихаттауда қанаттарын талмай, биікке самғай берулеріңізге шын жүрегіммен тағы да тілектеспін. Құрметті Еркін Шаяхметұлы, біраз жылдар осы ансамбльге өзіңіз жетекшілік еттіңіз. Сіз жетекшілік еткен тұстарда ансамбльдің репертуарын қаншалықты толықтырдыңыз және кәсіби музыка саласының маманы ретінде бүгінгі Орал сазының жай-күйі қалай? Енді мен осы Ақжайық өңіріне 2001 жылы Құрманғазы атындағы оркестрден, Оралдағы оркестрдің ашылуына себепті келдік. Бір жыл жұмысымды жасағаннан кейін осы филармонияның сол кездегі директоры Донеділ Ізмағамбетұлы Қажымов ағамыз филармонияның тағы кәсіби ұжымының бірі Орал саз ансамблін бір кәсіби жағынан көтеру керек деген сондай ұсыныспен сен жетекші қыламыз деп, сол 2002 жылдың қаңтардың алғашқы күндерінде Орал саз ансамблінің жетекші деп сондай бұйрық шығарды. Енді алдына қойған мақсатымыз сол ансамбльді, өзінің тарихы бар, өзінің дәстүрі бар ансамбльді келесі бір жаңа белеске, басқа бір қырынан көрсету дегендей сондай алдымызға мақсат қойдық. Соның арқасында ең біріншіден ансамбльге киімдер тікілді жаңадан, ұлттық киімдер, сахналық. Одан кейін Алматы қаласынан барып музыкалық аспаптар сатып алып келдік. Өзім барып сол аспаптарды алып келеміз. Одан кейін жаңа репертуарға жасауға кірістік. Көптеген енді жаңа алдымызда аға буын әріптес апаларымыз айтқандай Құрманғазы Дәулеткерейдің дәстүрлі күйлерінен басқа Қазақстанда қанша домбырашылық мектеп бар. Ахмет Жуан айтқандай 7 мектеп деп айтады ғой сол кездегі. Сол барлық мектептің күйлерін ойнайтындай дәрежеде соған ансамбльді дайындадық. Сонымен қатар шетел классикалық шығармалар, мысалы Моцарттың, Брамстың шығармалары сол кезде алғашқы рет орындалды. Сонымен қатар Қазақстанның қазіргі заманғы композиторлардың шығармалары да сол кезде репертуарға енді. Сол жұмыстардың нәтижесінде ансамбль алғашқы рет кәсіби конкурстарға қатысты. 2006 жылы Орал саз ансамблінің шағын құрамы, оның ішінде Майра да бар, квинтет болып барып, Каспий море дружбы деген Маңғыстау қаласында өткен, соның конкурсқа қатысып 3-ші орын алдық. Онымен қатар Ресейдің Астрахан, Солилецк, Саратов, Самара сол қалаларында өнер көрсетті. Бұл кезде тағы да репертуарымыз кеңейіп, көптеген жаңа шығармалар кірді репертуарға. Сосын ансамбльдің өзінің жеке концерттері болды. Сағыныш көктем, әлем халықтарының саздары, Оралдың сазына бөлеген Орал сазы деген тақырыптағы сондай концерттер бердік. Бұл енді менің ойымша бұл кездерде ансамбльдің бір жаңа бір белесі шығар деп ойлаймыз. Сол қарқынмен жақсы жұмыстар жүріп жатты, көптеген шетелдік сапарларымыз болды. Сол 2002-ден 2012 жылға дейін мен осы ансамбль жетекшісі болып сондай қызмет еттік деп мақтанышпен айта аламыз. Көп жылдар осы ансамбльде қызмет жасап жүрген құрметті Майра Жолдыбайқызы. Ансамбль түрлі алыс жақын шетелдерде, конкурстар мен фестивальдерде, гастрольдік сапарларда болды. Айталық, 2015 жылы мұхит асып Америка құрама штатында, Нью-Йорк қаласында ат әлемге әйгілі Линкольн орталығында қазақ өнерін абыроймен паш еткен есімізде. Осындай халықаралық деңгейдегі шарада өнер көрсету ансамбль музыканттарына қаншалықты шабыт сыйлайды, немесе мынау шығармашылық серпіліс береді?
ансамбльдің басынан бастап айтайын. Жаңа енді мына алғашқы құрамындағы Алма құрбым мен Жаңыл құрбым айтып кетті ғой, соларды қосып ең басынан айтайын. Сол ең алғашқы жаңа 90-шы жылы құрылғаннан кейін жаңа біздерді дайындады ғой. 2 ай, 3 ай дайындап, жаңа комиссиядан өтіп, жаңа тездетіп киімімізді киім тіктіруге үлгерткен жоқ. Аннан мұнан киімімізді кигізіп, жаңа аспабымызды қолымызға ұстатып, себебі бізде мына Орынборда Русское поле деген фестиваль болды. Соған дайындады ғой. Соған дайындап, мына Орынбор қаласының Русское поле болғасын, кәдімгі далада ұйымдастырған фестивальға барып қатыстық. Ол жерге жаңағы орыс халық жаңағы ансамбльдері келді көп жерден енді. Сосын деген сол жерде жаңа Евгений Мартынов деген әнші болды ғой. Сол кісі келді, жаңа қатысты. Ол кісі жаңа немен айтады екен, аспаптарын қолдау, ансамбльдің сүйемелдеуімен орыс халық әндерін айтатын әнші екен. Сол ең бірінші Тырнақалды жаңағы біздің байқауымыз содан басталды деп айтып кетіп жатырмын. Сол 2003 жылы сол жаңа Ерекең айтып кеткендей, сол Ялта халықаралық фестиваліне дайындап, бұл кісі жаңа қалай болған бәрін айтты, репертуарын дайындап, бұл кісі сол 2003-те Ялтаға барып біздер дипломант атанып келдік. Одан кейін 2007 жылы Түркияның Стамбул қаласында да біз өнер көрсеттік. Ол 2007 жылде біздің жаңа барғанда репертуарымыз өте жаңа кең. Сол жаңа түрік әнін алып бардық. Себебі біздің жаңағы қай жерге барсақ біз сол елдің әнін алып баруға, әлем шығармаларын жаңа ойнауға солай енді жұмыс жасалды ғой. Енді жаңа Ерекең өзі солай жұмыс жасап, репертуар бұлар кісі дайындайды ғой. Сол кезде түрік әнін бізде Жұмахан Рахимова апамыз сол кісі орындап түрік әнін айттық. Сол 2007 жылы жаңағыдай біріктіріп жіберіп жатыр. Ана жерде концерт, мына жерде концерт, үлкен жаңа Стамбулдың үлкен бағдарламаны ықшамдап жатыр. Иә, бағдарлама шағындап жатыр. Иса Байзақовтың Желдірме деген әнін кім айтатын еді? Қанатқали Құшақ ағамыз айтатын еді. Сосын жаңа айтып келеді де, сосын жаңа Мұрат Амирхан оның сөзін де білмейді ғой. Сосын Мақсұт ағай марқұм жаңа айтады: тарада 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 да хай да хай деп айтатын жерінде сен хай деп тұрасың дейді жаңағы Мұрат ағайға. Сосын Мұрат ағай хай деп соны сөйтіп айтты. Иә, концерт біткеннен кейін Мұрат Амирхановичқа айтамын ғой: сен сәт тек бір хай деп айту үшін келгенсің деп. Оралдан дейсің ғой, Түркияға. Оралдан тек хай деп үшін айту келгенсің ғой деп. Неше түрлі жағдайлар болады ғой. Қалжыңдап жатырық қой. Содан кейін 2012 жылы Германия еліне бардық. 3 қалада өнер көрсеттік. Магдебург, сосын жаңа Берлин, сосын Дрезден. Содан кейін 2013 жылы біздер жаңа Италияның Ватикан еліне бардық. Шағын мемлекет қой, сонда өнер көрсеттік. Сосын 13 жылдың сол желтоқсан айында біріккен Араб мемлекетіне тәуелсіздік мерекесіне орай онда да өнер көрсетті. Абу-Дабида біздің сонда сол жақтағы елшіміз қабылдады. Сондай үлкен өнер көрсеттік. 15 жылы Нью-Йорк қаласында жаңағы өнер көрсеттік. Осындай әрбір сапарымыз әрдайымда қызықты болды. Кәсіби жағынан өсуі байқалып, өсіп, жаңа ел көріп, жер көріп, сахна көріп деген сияқты енді. Осынау әсерлі әңгімемізден кейін тағы да ансамбльдің өнеріне кезек берсек, Рүстем Күлшебаевтың шығармасы «Қолбасшы».
Ұжым жыл сайын талантты кәсіби музыканттар мен этно-фольклорлық аспаптармен толығып келеді. Өздеріңіз білетіндей, осы ансамбль қатарына күні кеше қосылған жас талантты музыка саласының мамандары, өнерлі жұп Аслан Ғұмаров пен Жанзира Кәрібаева келген болатын. Аслан, өзіңізге сұрақ, ендігі келешекте Орал сазына қандай серпіліс әкелу жоспарларыңызда бар? Жолдасым екеуміз Алматы қаласында Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясын тәмамдап, елге қызмет жасауға осы жаңа жоғарыда айтып өткендей өзінің ерекшелігі бар, өзінің өзіндік тарихы бар Орал сазы фольклорлық ансамбліне жас маман ретінде әртіс қызметіне келіп жатқан жайымыз бар. Осы өзіміздің мамандығымыз бойынша күйші, домбырашы, оркестр әртісі, жолдасым Кәрібаева Жанзира прима қобызшы. Сонымен қатар қосымша аспаптарды да өзімізбен бірге консерватория қабырғасында үйренген аспаптарымызды ала келдік. Жанзира Берікқызы жетіген аспабында ойнаса, мен сыбызғы, шаң қобыз аспаптарында ойнап, осы ансамбльдің жаңа үндестігіне кішкене этно заманауи бағытта жаңа бояуымызды қосып жатқан жайымыз бар. Дыбыс үндестігіне, ансамбль үндестігіне. Сонымен қатар кішігірім шығармалар да бар, жаңадан келіп жатқан жеке орындауда, жаңағы өзіңіз айтып өткендей этно бағыттағы жетіген аспабы, саз, сырнай, көне ұмыт болған аспаптарды рухани жаңғыру аясында насихаттау жолында қайтадан жаңағыдай одан әрі заман ағымына қарай өнерлерімізді көрсетіп, осы қызметте келе жатырмыз. Құрметті көрермен, қымбатты қонақтар, ансамбльдің тарихымен таныстық, бүгінгі күнін бақыладық. Енді болашаққа болжам жасасақ, қандай маңызды шығармашылық жоспарлар күтіп тұр алда? Енді ансамбль әрдайымда әртүрлі жылдарда концерттік жоспарлармен қосымша гастрольдік сапарлар, маңызды сапарлар шығып жатады. Енді жалпы жоспарымызда жылдың басында Наурыз мерекесінде біздің Орал сазы ансамблінің өзінің дәстүрлі түрде айналған әз Наурыз, қош келдің әз Наурыз деген концертменен алғашқы көрісу дейді ғой, мейрамда 14 күні филармония өзінің жаңа жылдық маусымдық жаңа концертін ашады, өзіңіз білесіз. Сонымен басталады. Сонан кейін осы жоспарға сай концерттеріміз түрлі тақырыпта өтіп жатады. Енді биыл осы 30 жылдыққа тұспа-тұс бұйырса осы 10 күннің турасынан кейін жаңағы 30 жылдық маусым ашар концертіміз болады. Содан кейін енді жылдың соңында сол үлкен бір облыстық тағы да бір шарамызды жоспарлап отырмыз. Мынау қазір осы жеті аға апаларымыз айтып отқандай, осы ансамбль тек бүгін келген жоқ, оның барлығында да әсері мынау ансамбльді жетекшілеп жүргенде осы кісілердің қолтаңбасын әрдайым көріп отырамыз. Оған себеп ансамбльдің ең бірінші жұмыста қалыптасып, өзінің бір жұмысқа деген қызығушылығы, талпынысы, қазіргі мынау ансамбльдің дені жастар болып келе жатыр. Сол осы салып кеткен осы апалардың іздерін ол кісілердің де бойынан көріп жатасыз кейбірде. Және де осы жерде Еркін Шаяхметович айтып кетейін деген осы репертуар жаңа айтып отыр. Репертуар ансамбльдің жан-жақты кәсіби дамуына өте зор үлес қосқан. Енді мен де осы ансамбльге келгеніме 6-7 жылдай болып қалған екен. Жалпы ансамбльді қандай деңгейде болашақта қалай көреміз деген сәтте де жайлап ақырын басып дегендей әртүрлі айтып отыр ғой. Қазір Асланды өзі жас болса да бір жаңа бір қазіргі мұны қазір келіп жатыр. Асланға да көп рахмет. Өзінің сол жақтары аз болса да жеткізіп кеткенде көп нәрсе жұмыс жасаған екен. Бес аспап маман. Күйді де шебер орындайды, сыбызғыны да орындайды, жаңа шаң қобыз, саз, сырнай. Бір өзі бір 10 шақты аспаптың өзінде орындай береді. Ол бір үлкен бізге көмек, және біздің Орал өңірінде сыбызғы деген сол жетілдіріп жүрген бір шықпай жүрген аспаптың бірі. Соны да осы қазір түрлі репертуарға қосып, енді ансамблімізді бір
жаңа айтып кеткенде этно жаңа леппен. иә сол бұрынғы бір көне ненің сазына келейік деген жалпы үлкен жоспарларымыз бар. Енді жастар келіп жатыр, осылардан да үлкен қолдау күтеміз деген сияқты. Рахмет. Енді мынау кеш соңында осынау Орал саз ансамблінің 30 жылдығыменен құттықтап, арнайы тілектеріңізді жолдасаңыздар болады. Сіздерге көптен көп рахмет. Бізді осындай шараға шақырып қатыстырғаныңыз үшін. Енді мына тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы құтты болсын. Көптеген 30 жылдың ішінде жетістіктерге жеткен екенсіздер. Осы ұжымға шығармашылық табыс, әрқашанда тек биік шыңнан көріне беріңіздер. Біз өте қуаныштымыз. Рахмет. Енді бүгінгі арнайы осы бағдарлама жасап ұйымдастырып жатқан біздің филармонияның әкімшілігіне, шығармашылық топқа үлкен алғысымды білдіргім келеді. Филармонияның Орал сазы фольклорлық ансамблінің осы үлкен мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Ұжымға алдағы уақытта да үлкен жетістіктер, табыстар тілеймін. Асқар бауырыма шығармашылық ізденіс тілеймін. Орал саз ансамбліне және осы ұжымға, филармония ұжымына тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймын, және Орал саз ансамблінің 30 жылдық мерейтойларыңыз құтты болсын дегім келеді. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Орал сазы дегенде бұрыннан өзімізге жақын болғасын, сіздерге тілекші болып отырамыз. Биіктен көріне беріңіздер. Жетекшілеріне де көп-көп рахмет. Кешке қатынасып отырған осы арнайы Бөрлі ауданынан, Шыңғырлау ауданынан келіп отырған апаларымызға естелік сый-сияпатымыз шағын болса да, Орал сазының суреті бейнеленген 21 жылғы күнтізбемен бекітілген, мінекей өзіңізге қабыл алыңыздар. Рахмет. Қош келдіңіз. Жаңыл Қарымқызы, мынау сізге. Мынау Орал сазының бүгінгі құрамы. 30 жылдық арнайы өздеріңізге естелік сыйлығымыз. Ата салтым, асыл мұрам, ардағым. Бабалардың жалғастырар арманын, сан ғасырда салтын бұзбас қадірім, өткенімді бүгініммен жалғадым. Ата бабамыздан қалған асыл мұрамыз ұлттық өнерімізді жаңғыртып, насихаттап жүрген Орал сазы фольклорлық ансамблінің 30 жылдық мерейтойы баршамызға құтты болсын. Осымен Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармониясы Орал сазы фольклорлық ансамблінің 30 жылдығына арналған шарамыз аяқталды. Ұжымның шығармашылығы шарықтап, әлі де биіктерді бағындыра берсін деген тілек білдіреміз. Кеш соңында ансамблдің сүйемелдеуінде Тұрмағамбет Ізділеуовтің тәлім термесіне кезек берейік. Орындайтын ерен еңбегі үшін медалінің иегері әнші Күләш Қуанышқалиева. Шөлдемішкен сусынды бағында десе
алып